бәрі алтын күміс деп жүрген кезде осы металға онша ешкім назар аударған жоқ. Енді инвестиция жасап жүрген адамдар болса білетін шығар. Негізінен осы мысқа да көңіл бөлуге тұрарлық. Неге? Өйткені осы алтын мен күміс өскен кезде мыстың да бағасы бірге өсіп, бірге құлаған болатын. Бұл жерде қазір 5800 көлемінде сатылып тұр. Бірақ негізінен графигін қарайтын болсақ, бір айдың ішінде жасыл график көрсетіп тұр. Тағы 3 айды күн көрейікші. Қанша түскенімен 3 айда баға өскен. Яқта 4900-5000 арасынан баға өсіп келе жатыр. Бір қалыпты болып көрінеді, бірақ егер бір жылдық графикті қарайтын болсақ, сіздермен онда мына жерде баға 5700-ге түсіп, 4400-ге дейін түскенін көретін боламыз. Жаз айында болған болатын. Бұл да Американың фондовый рынок дейді. Фонд Американың өзінің қаржы нарығы бойынша сондай коррекция болған. Содан бері де өсіп келгенін көреміз. Былай қарайтын болсақ, басқа алтын мен күміске қарағанда бұның графигі осындай өзгешелеу. Құлаған, көтерілген, бірақ баға өскен. Біз алтын мен күмістің графигін қараған кезде баға бір қалыпты болып келе жатып, потом жоғары өсім болғанын көргенбіз. Графиктар күміс пен алтын графигі ұқсайтын болса, мыстікі басқаша болып тұр. Енді баға құлағанымен, қазір қайттан баға кішкене өсіп жатыр. Коррекция міндетті түрде болады. Коррекция примерно алатын болсақ, 10-15% көлемінде коррекция өсіп жүріп отырады. Қазір бұл металда құбылмалы, бірақ болашақта уақыт өте келе мысқа сұраныс азаймайды. Неге? Өйткені бұл металл искусственный интеллект дейді, жасанды интеллектті ары қарай дамыту үшін керек металдардың бірі. Ол жасанды интеллект дамыған сайын бұған сұраныс арта береді. Плюс бұл металл сіздердің ұстап отқан телефондарыңызға өте көп қажет етіледі. Сұраныс көп. Жыл сайын, жарты жыл сайын телефондар шыға береді. Үлкен объем, ішіндегі чиптары да өзгеріп отырады. Сол үшін бұл мыс өте көп қажет етіледі. Сосын тағы да телефония, интернет дейді, соның бәрі осының ішіне кіреді. Сондықтан бұл металға әлі де сұраныс арта түседі деген ойдамын. Мен енді 100% осындай болады деп айтамаймын. Енді болжайтын болсақ, болжамға бұл баға ары қарай өсе береді. Әрине коррекциялары болып тұрады. Тем более Америкада Трамп президент болғаннан кейін міндетті түрде ондай каруселдер орын алып тұрады. Бірақ басқа да металдарды қарастырған кезде алтын мен күміске ғана жабысып қала бермей, осы металды да қарастыруға болады.